Президент Пәкістанға барып қайтты. Жай қайтқан жоқ, құны $200 миллион кәсіпке серпін беретін келісім шарт жасап қайтқан. Қазақстан мен Пәкістан қай салада серіктес болады? Нұрай Серікбайдың қазасы. Жас қызды аяусыз өлтірген күдікті бірден 3 бап бойынша тергеліп жатыр. Кінәсі дәлелденсе, өмір бойына темір торға қамалуы мүмкін. Өскемен жұрты көк түтіннің арасында қалды. Қаладағы экологиялық ахуал нашарлығы соншалықты мектеп оқушылары онлайн форматқа көшкен. Өңірдегі ағайынның жағдайы қалай? Өскеменде төтенше жағдай жариялануы мүмкін бе? Белгілі блогер Жанабыловтардың отбасына қара бұлт үйірілді. Бүгін ғана олар үй қамаққа алынғаны туралы ақпарат келіп түсті. Қымбат көліктері, ақшалары тәркіленді. Блогерлер отбасы қылмыстық іске қатысы бар ма? Ақпарда айтып берем. Ассалаумағалейкум. Күні кеше мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Пәкістан еліне барып қайтты. Онда Қазақстан-Пәкістан бизнес форумына қатысқан. Президенттің бұл жолға сапары жайлы айтса, қандай келісім жасалды? Не айтылды дейсіз ғой? Алдымен мынаған бір тоқталайық. Пәкістан премьер-министрі Қазақстанға келген кезінде өзі мемлекет басшысын арнайы шақырып, арнайы Қазақстан мен Пәкістан бизнес форумын өткізіп жайлы тақырып көтерген еді. Сөйтіп, мемлекет басшысын шақырып кеткен болатын. Сапары барысында мемлекет басшысын көктегі шекара сығынан өткен бойда арнайы әуе күшімен сап түзеп жоғарғы деңгейде күтіп алған. Бұл өз кезегінде Оңтүстік Азиядағы көршіміздің біздің ел туралы көңілін көрсетеді. Әуежайдан түскеннен бастап сән салтанатын құрып, күшті құрылымдарында тізіп қойған. Мұны бір деп қойыңыздар. Тоқаев шақтан түсе сала Исламабад қаласындағы үлкен резиденциясына жол тартты. Уақытты созбай көрші мемлекеттің басшыларымен танысып, өзімен еріп келген бір қатар азаматтарды да таныстырып үлгерді. Президент үкіметке екі елдің бизнес құрылымдары арасындағы, соның ішінде Қазақстан мен Пәкістан үкіметаралық комиссиясы аясындағы ықпалдастықты жандандыруды тапсырды. Айта кетейік, бұл Тоқаевтың Пәкістанға жасаған алғашқы сапар екен. Қазақстан Орталық Азиядағы экономикасы ірі ел ретінде өңірлік өсімді қамтамасыз етуге және тың мүмкіндіктерге жол ашуға үлкен үлес қосып келеді. Былтыр экономикамыз 6,5%-ға артып, нәтижесінде ішкі жалпы өнім көлемі $300 миллиард межесінен асты. Ал жан басына шаққанда ішкі жалпы өнім көлемі $15 мың дейін жетті. Бұл біздің нарықтық орнықты және экономикалық әлеуеті жоғарғы екендігін көрсетеді. Біз институционалдық құрылымдарды дәйекті түрде жетілдіру арқылы еркіндеп келеміз. Экономикалық стратегиямыз сауда мен инвестицияны әртараптандыруға, инновацияларды ынталандыруға және білімге негізделген даму моделін ілгерілетуге бағытталған. Мен жетекшілік ететін шетелдік инвесторлар кеңесі Қазақстандағы ашықтық, әділдік қағидаттарына және іскерлік климатты ұдайы жақсартуға бейіл. Бір терезе қағидатымен жұмыс істейтін ұлттық цифрлық инвестициялық платформа инвесторлар мен бизнеске арналған үдерістерді айтарлықтай жеңілдетеді деді. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев пен премьер-министр Шахбаз Шариф форумға да қатысты. Мемлекет басшысы өз сөзінде осы маңызды шараны ұйымдастыруға бастамашы болған үшін премьер-министрге алғысын жеткізді. Сапар қорытындысы бойынша жалпы сомасы $200 миллион жуық 30-дан астам коммерциялық құжатқа қол қойылған екен. Келісімдерде екі елдің қаржысы, логистика, өнеркәсіп, энергетика, агроөнеркәсіп кешені, цифрландыру және инфрақұрылым салаларындағы ынтымақтастығын кеңейту көзделген. Сондай-ақ президент Қазақстан мен Пәкістан азық-түлік қауіпсіздігі жөніндегі ислам ұйымына мүше елдер ретінде мұсылман мемлекеттеріне арналған орнықты әрі әділ азық-түлік жүйесін құру жолында ортақ мақсатқа жұмылатынын атап өтті. Сонымен серіктестік аясында Жетісу облысында салынатын қант зауыты турасында да әңгіме өрбіді. Әлемнің 70-тен аса еліне ауыл шаруашылығы өнімдерінің 200-ден астам түрін экспорттаймыз. Соңғы 10 жылда ауыл шаруашылығы өндірісінің жалпы ішкі көлемі 2,5 еседен аса көбейді. 2030 жылға қарай бұл көрсеткішті 2 есеге арттыруға ниеттіміз. Жоғары сапалы және экологиялық таза ауыл шаруашылығы өнімін шығаратын сенімді жеткізуші ретіндегі позициямызды нығайтып келеміз. Сол себепті серіктестік байланыстарды кеңейтіп, өңірлік әрі жаһандық деңгейде
деңгейде жаңа жеткізу тізбегін құру үшін жүйелі қадамдар жасаймыз. Осы орайда пәкістандық әріптестеріміздің аталған сектордағы тәжірибесін бөлісіп, капитал құймақ ниетті құптаймыз. Жетісу облысында қант қызылшасын өңдеу зауытын іске қосу туралы Альмоз Групп компаниясымен жасалған келісім осы ынтымақтастықтың маңызды бастамасы, деді президент. Пәкістан басшылығы да бұл серіктестікті жоғары бағалап, алдағы уақытта әр саладағы байланысты нығайтатынына сенім білдірді. Бүгінгі табысты келіссөздер нақты нәтижелерге ұласып, қол қойылған құжаттар екі жақты байланыстарды дамытуға тың серпін беретініне сенімдімін. Екі ел арасындағы серіктестікті нығайта отырып, сауда, мәдениет, білім беру және басқа да көптеген сала бойынша ынтымақтастыққа жаңа мүмкіндіктерге жол ашылады деп есептеймін. Жоғарғы мәртебелі президент мырза, сізге Пәкістан мен Қазақстан қарым-қатынасын одан әрі арттыруға қолдау көрсеткеніңіз үшін алғыс айтамын, деді. Нұрай Серікбайдың өлімі әлі күнге күн тәртібінен түскен жоқ. Керісінше, 21 жастағы бойжеткеннің өлімші етіп ұрып соғып, пышақтап өлтірген күдіктіге қатысты жаза қатаңдауы мүмкін. Аталған жігіт өмір бойына сотталуы мүмкін екен. Қылмыстық істің 3 бабы әсер етуі мүмкін осы жерде. Тағылған айыпқа аса қатыгездікпен жасалған кісі өлтіру бабы қарастырылып жатыр. Бұл бап бойынша кінәсі дәлелденетін болса, 15 жылдан 20 жылға дейін бас бостандығынан айыру немесе өмір бойына бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылған. Қазір Нұрайдың өліміне күдікті жігіттің тарапы да сот жазасын жеңілдетудің айласына көшкен. Яғни әлеуметтік желі қулығын пайдаланып түрлі ақпараттар таратып жатыр. Жәбірленуші тараптың адвокаты тергеу барысында құпия ұсынылуы тиіс дәлелі бар бейнежазба тарап кеткендігін айтады. Онда қыз күдіктіге ешқандай кінә артып отырмағандығын айтқан. Бұл видеоны осы оқиғадан кейін жұмыссыз қалған полиция қызметкері таратқан деседі. Жәбірленуші тарап адвокаты Сержан Нұрпейісов бұрынғы тәртіп сақшысына істеген құпия материалдарды таратқан үшін ресми шағым жолдаған. Астанадағы мектептердің бірінің маңында жеңіл көлік кәмелетке толмаған 2 баланы қағып кетті. Оқиғаның мән-жайын қалалық полиция департаменті мәлімдеді. Куәгердің айтуынша, Қалдаяқов көшесінде көлік 2 баланы қағып өткен. Полицияның алдын ала дерегінше балалар жолды белгіленбеген жерден кесіп өткен екен. Дәрігерлер қарап тексергеннен кейін олар үйіне жіберілген, қазір тексеріс басталды. Полиция өкілдері бұл аумақта құрылыс жұмыстары әлі аяқталмағанын атап өтіп, қосымша қауіпсіздік шаралары қабылдағанын хабарлады. 10 автокөлігімді оқырмандарға ойната салып, тез табысқа кенелем деген Жанабыловтардың ісі әлі аяқталған жоқ. Осы апта белгілі блогер әйелмен бірге үй қамаққа алынғандығы жайлы ақпарат шықты. Бұл жаңалықты қаржылық мониторинг агенттігі жариялады. Осы Жанабыловтардың ісі қоғам арасында қызу талқыланып жатыр. Өйткені танымал адамдардың жарнамасына алданып, сан соғып қалған бір топ азаматтарымыз үшін бұл іс аса маңызды болып тұр. Қаржы агенттігі хабарлағандай, аталған ерлі зайыпты блогер заңсыз кәсіпкерлікпен айналысып, қылмысы бар табысты иемденгені жайлы айтылған. Белгілі болғандай, блогерлер жанұясы онлайн курсты желеу етіп астыртын лотерея ойынын өткізген. Тексере келе олар сатқан оқу курсы бағасына мүлдем тұрмайтынын анықтаған. Курсқа қатысушыларды ынталандыру үшін автокөлікті 30-қа тіккен және тексеріс анықтағандай қатысушылардың ішінде көлікте иелену пайызы өте төмен болып шықты. Ақыры ойнатылмай кеткен көлік ұтысынан блогерлер 247-те 5 миллион теңге табыс тапқан. Оның 60 миллион теңгесін депозиттеріне салып үлгерген. Блогерлер қазір үй қамаққа алынды және меншігіне тиесілі 10 көлік, олардың арасында Lamborghini Urus және Lexus LX 600 және де 17 iPhone Pro Max телефонында тәркіленді. Айта кету керек, үй қамақта отырған күдіктілердің өз ережесі бар. Белгіленген шек сызығын кеспеу керек, шетелге шықпау керек. Көпшілік ортада көрінбеу секілді талаптары бар. Қазір бұл істі күллі Қазақстан бақылап отыр. Осы істен кейін миллион оқырманы бар блогерлер лотереяны сылтау етіп курс өткізуді азайтқаны байқалады. Қорғаушының айтуынша, қазіргі таңда блогерлерге қатысты жағдай күрделі. Тергеу органдары олардың әрекеттерінен Қазақстан Республикасы қылмыстық кодекстің 214 бабының 2 бөлігі заңсыз кәсіпкерлік және де 218 баптың 2 бөлігі қылмыстық жолмен алынған ақшаны заңдастыру бойынша саралап отыр. Адвокаттың сөзінше, бастапқыда тек бір қатар қорғаныс шаралары қарастырылғанымен, сотқа дейінгі тергеу барысында іске қосымша ауырлататын бап енгізу туралы шешім қабылдапты.
Ал бұл бап бойынша 7 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылған екен. Өскемен жұрты үшін осы күндері таза ауаны жұтып, еркін тыныстау арманға айналып барады. Өскемен қаласында экология бұзылды. Аспан көк түтін адамдардың өміріне қауіп төндіріп жатыр. Шыны керек, бұл ақпаратты біз де бүгін естіген жоқпыз. Бұған дейін де ондағы ағайынның мәселесі көтеріп, шырылдағанын естідік. Әдетте қыстың алғашқы күндері болатын атмосфералық әсері деп ойлаған болатынбыз. Бірақ қазір бұл тікелей экологияның нашарлауын көрсетіп тұр. Көк түтіннің салдарынан балалар үйлеріне қамалып отыр. Оқушылар сабақтарын онлайн форматта оқуға мәжбүр. Бұл жөнінде облыстық білім басқармасы хабарлаған. 2 ақпанда Шығыс Қазақстан облысы Өскемен қаласында ауа ластанып, мектеп оқушылары түгелдей қашықтан оқып жатыр. Оқушылар 30 қаңтарда ауа өте ластанғаннан кейін онлайн форматқа ауысқан. Оған дейін амалдап мектептеріне барып жүрген. Бұл тек балаларға ғана емес, өңірдегі адамдардың барлығына зиян. Әсіресе демікпе, жүректері әлсіз, қан қысымы төмен адамдар тыныс алуы қиындағанын айтқан. Жалпы алғанда Өскемен қаласында 400 мыңнан астам адам тұрады. Қазгидромет мекемесінің дерегі бойынша Өскемен елдегі ауасы ең лас 5 қаланың қатарына кіреді екен. Өскемен жұртының базынасын күні кеше мәжіліс депутаты Марат Башимов жеткізген болатын. Ол қалада ауа сапасы өте ластанған, күкірт сутек пен күкірт диоксидінің шекті рұқсат етілген мөлшерден асуы адам өміріне аса қауіпті дейді. Мәжілісмен экологиялық тәуекел аймақтарда тұратын тұрғындарға өтемақы мен әлеуметтік жәрдемақы енгізуді ұсынды. В Усть-Каменогорске было зафиксировано превышение предельно допустимых. Мәселе бір реттік асып кетулер немесе маусымдық құбылыстар туралы емес. Бұл азаматтардың денсаулығы мен өміріне тікелей қауіп төндіріп отырған атмосфералық ауаның жүйелі ластануы. Қаңтар айының соңында Қазгидромет облыстық филиалының ресми деректеріне сәйкес Өскеменде күкірт сутек пен күкірт диоксидінің шекті рұқсат етілген концентрациясы 3-6 есеге асып кеткен. Дәл осындай жағдайда басқа елдерде экологиялық төтенше жағдайлар жарияланады. Өндіріс орындары уақытша тоқтайды, адамдарға барлық шығын өтелуі тиіс. Басқа бермеген соң енді бас ауырмайды деген бұл жағдайды елемей қоюға болмайды. Бұл сол жақтағы 400 мың адамның өміріне бейжай қарағанмен бірдей. Біз де енді сол жақтағы ағаймен тілдесіп, талап арыздарын естіп көрдік. Мен енді Өскеменде 25 жылдан асты тұрып жатқаныма. Енді тура 25 жыл болды деп. Осы 25 жыл ішінде енді көзіміз түтіннен көз ашпайтын болды деп айтуға болады. Себебі адам саны біріншіден көбейіп жатыр. Екіншіден, зауыттар ескі технологиямен жұмыс істеп жатыр деп ойлаймын енді өз басым. Содан кейін осы частный сектор әсіресе енді мен жазда деп айтпаймын, бірақ осы қыста ол байқалады. Желсіз күнде әсіресе отопительный сезон деп айтамыз ғой. Сол кезде бізде өте жаман, үлкен, енді бүкіл қаланы жауып тастайтын смог болады. Ол мысалы смог бір, екіншіден зауыттар жұмысы жатыр, үшіншіден бізде автомобильдер өте көп. Төртіншіден жаппай құрылыс. Ол осы шаң, тозан барлығы біздің ауада. Даже вот мен мысалы автокөлікпен жүріп келе жатқанда, осы бір, енді автокөлікте фильтрлар болады ғой өздерінің. Содан мен уже жөтеліп, енді кішкене, так скажем, можно ожог получить сильный. Ақпараттарды енді мен новостьтардан ғана қараймын, осы пабликтардан, новостьтардан. Пока конкретный решениесі жоқ. Енді андай болады ғой, поэтапный решениесі, мысалы, біз былай жасаймыз, жоқ. Смог болса, адам шу көтереді. Ол шуға Қазгидромет комментарий жазады. Осындай превышение там всего 2-3 раза деп, болды. Сонымен тема жабылады. Енді бізге андай поэтапный жұмыс керек, мысалы. Бір мәселе частный сектор, мен енді өзім ойым. Бізде адамдар өте арзан көмір алады. Сол арзан көмірдің кесірінен осылай выброс болады. Более качественный көмірге көшсе, соның бәрі тексеріліп жатса әкімдікпен, ол енді бүкіл, как сказать,
біз енді смогсыз тұрамыз деп айтпаймыз, бірақ ол бір мәселені шешеді. Өскемен тұрғындары бұл бүгін ғана тіпті бір аптада болған жайт емес дейді. Былтырдан бері өңірдегі экология тіптен нашарлап кеткен. Қаладағы жастар болса бұған шыдай алмай Астана басқа да жақын қалаларға кетіп жатыр дейді. Ал үлкендері болса жас балаларының денсаулығына үрейлі күн кешуде. Айта кетейік, бұл мәселе көтерілгелі бері экология министрлігі әлі бір нақты шешім немесе мәлімдеме жасамады. Біздің сұрауымызға ол былайша жауап берді. Қазір бізде картамыз бар, дорожная карта дейді, план мероприятий дейді. Соны біз қысқа мерзімдік шаралар және де орта мерзімді соны жазып дайындап қойғанбыз. Қазір оны келісімге жіберілді. Оларда айта кетсек, ол қысқалары қолайсыз метеорологиялық жағдайлар кезінде қала тұрғындарына арналған әдістемелік ұсынымдарды әзірлеу, қала тұрғындарының денсаулық жағдайын және аурушаңдықтың қоршаған ортаның экологиялық жағдайына тәуелділігін зерттеу, және де экологиялық таза коммуналдық көліктерге көшу, автопарктерді жаңарту. Ана бізде автобустар жүреді ғой, сол автобусный парктердің машиналарын жаңарту, және де қалада ветровой коридор дейді, соны қарастыру. Ақпарда жинаған ақпараттарым осындай болды. Аман сау болыңыздар.